Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді әрі түйілу жолдары да ерекше әдемі болып шығатын пельмендердің жасалу жолын ұсынатын боламын. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Бұл пельмендердің түйілу жолдарын Қытайдың пельмен түйу әдісі деп те атайды. Ендеше пельмендеріміздің ең әуелі қамырын дайындап бастайық. Ол үшін бөлме температурасында тұрған суға бір жұмыртқа және де бір шай қасық тұз қосып, барлығын шанышқымен біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Әрі қарай аз-аздан алдын ала өлшеп електен өткізіп алған ұнымызды қосатын боламыз. Ұнның барлығын бірден қосып жібермеңіз. Аз бөліктен өзіңіздің қамырыңыздың ыңғайына қарай қосып, бірінші қасықпен әрі қарай қолыңызбен араластырып, сәл жұмсақтау қамыр илейтін боламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астындағы описаниеге жазып қалдырып кететін боламын. Мінекей, мен ұнның барлығын қосып болды. Менде осындай сәл жұмсақтау қамыр пайда болды. Қамырымды 3-4 минуттай жақсылап басып илеп, бетін жауып, шамамен 20 минутқа иін қандырып қойып қоятын боламын. Осы уақытта салмасын дайындаймын. Фаршқа мен блендерден өткізілген пияз қостым, сондықтан да осылай өте ұсақ болып туралып кетті. Ет тартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады пиязды, немесе ұсақтап турасаңыздар да болады. Блендерден өткіздің, ет тартқыштан өткіздің, оның соншалықты ешқандай бір айырмашылығы жоқ. Дәміне қарай тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде мен әдейі фаршты көп қылып дайындап алдым. Нақты мөлшерін астына жазып қалдырып кетемін видеоның. Бұдан аз кетеді фарш. Енді жаңағы дайындап қойған қамырымыздың бетін ашып, тағы да бір қайтара 1-2 минуттай илеп аламыз жақсылап. Содан кейін қайтадан бетін шамамен 5 минутқа жауып қоямыз. Сонда қамырымыздың иі қанып, жылтырап, тез жайылатын болады. Мінекей 5 минуттай уақыт өтті. Қамырыма азғантай ұн сеуіп, әрі қарай оқтаумен қамырымды жаятын боламын. Әрине, пельменнің қамырын өте жұқа етіп жазып жібермеңіздер, және тым қатты қалың да болып кетпесін. Жұқа болса, ортасына етін салған кезде жарылып кетеді, піскен кезде де жарылып кетеді. Қалың болса да қамыры дәмді болмай қалады. Қамырыңызды осылай оқтаулап, жұқалап жазып алғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Егер пельмендеріңізге дәл менікіндей пішін беретін болсаңыздар, қамырларыңызды өте ұсақ-ұсақ етіп бөліп жібермеңіздер. Орташа етіп бөлгендеріңіз дұрыс. Себебі қазір біз пельмендерімізді дайындаған кезде, пельмендерімізге пішін берген кезде сыртына еті шығып кетпейді, кішкене қамырлары артық болып тұрғаны жақсы. Сондықтан да өте қатты ұсақ қылып жібермегендеріңіз дұрыс. Қамырларын бөліп дайындап алған соң, енді ортасына видеодағыдай салмасын салғамыз. Біздің пельмендерімізге пішін беру өте оңай. Ортасына салмасын салған соң, бетін жауып, осылай жан-жағын бекітеміз. Екінші қамырмен бетін жабамыз да, жан-жағын бекітеміз. Енді видеодағыдай пельменімізді майыстырамыз. Мінекей, келесі бетін осылай аударып, әрі қарай біріктіріп жібереміз. Мұқият қарап отырсаңыздар, жасалу жолы өте оңай. Бір-екі рет видеоға қарап отырып жасап алсаңыздар, әрі қарай өздеріңізде үйреніп алатын боласыздар. Мінекей, бірінші асықпай көрсетейін сіздерге. Бекітіп аламыз. Пельменімізді осылай майыстырамыз. Бетіні ашамыз да, келесі бетіне қарай жылжытып аударып, екі басын осылай бір-біріне қосып жібереміз. Осылай пельмендерімізге пішін жасап алатын боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір көрсетіп жіберейін.
Осылай пельмендеріміздің барлығына пішін беріп аламыз. Және бұл пельменнің бір ерекшелігі манты пісіретін ыдыста, яғни буда піседі. Қаласаңыздар суға да пісірсеңіздер болады, бірақ көлемін өте кішкентай етіп дайындағандарыңыз дұрыс болады. Манты пісіретін ыдысқа май жағып аламыз да, пельмендерімізді қатарлап шығамыз. Және мантываркаға қойып, шамамен 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, осымен біздің пельмендеріміз дайын болып шықты. Әрі қарай қаласаңыз, жанына тұздық қуырып та ұсынсаңыз болады. Пельмендерді өте дәмді болып шығады. Қыздар, бұл жолы пельмендерді осындай манты пісіретін ыдыста, яғни буда дайындап көруге кеңес береміз сіздерге. Себебі дәмі не мантыға ұқсамайды, не суда піскен пельменге ұқсамайды, өте ерекше бір дәмді болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде өздеріңізде дайындап көру керексіздер. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.